Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай қамыры қатпарлы болып шығатын самса жасап көрсетемін. Осы рецептпен жасағалы дүкеннен мүлдем дайын қамырды сатып алмаймын. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен қамырын дайындау үшін жылы суға 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң үстіне ұн салып, қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң, шамамен 20 минутқа бетін жауып, бөлме температурасында қалдырамыз. Ал енді салмасын жасайық. Салма өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен тартылған етке ұсақтап пияз, картопты турап салып, татымына қарай тұз және бұрыш қостым. Осымен мендегі салма дайын. Қанша құрамда екенін видеоның астына жазып қалдырдым. Енді қамырды алып, 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін қайта илеп, бетін жауып қалдырамыз. Ал екіншісін жұқалау етіп жайып шығамыз. Қамырды жайып болған соң, үстіне ерітілген сары майды жағамыз. Шамалы тоңдырып, екінші бөліктегі қамырды да жайып, үстіне саламыз. Және оны дәл солай май жағып, шамалы тоңдырып барып ораймыз. Яғни қамыры қатпарлы болып шығудың тағы бір фишкасы майы тоңғанында. Қамырды осылай орап, 2 бөлікке бөліп, холодильникке салып, жарты сағатқа қалдырамын. Сосын қолдана берсеңіздер болады. Немесе холодильникке осылай дайын қамырды қойып, кез келген уақытта қамырды қолдана аласыздар. Қамырды турап жайғанда тура үстінен жайыңыздар, сонда қамырдың қатпарлығы әдемі көрінеді. Қамырды жайып, ішіне салмасын салып, формаға келтіріп түйеміз. Мен 3 бұрышты етіп түйдім. Сонымен дайын болған самсаны табамызға салып, бетіне жұмыртқа жағамыз. Сонда беті сары, әдемі болып шығады, және мен әсемдігі үшін күнжіт септім. Самсаны алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешке беті қызарғанша пісіріп аламыз. Сонымен біздің самсаларымыз дайын. Иісі де, дәмі де өте керемет шығады. Сіздермен болған Жансұлу. Видео ұнады деген ойдамын. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.